Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге ерекше жұмсақ, буға пісірілетін балды пряниктің жасалу жолын көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Егер де отбасыңызға ұнайтын тәттіні жасағыңыз келсе, осы рецептпен жасап көруіңізге кеңес беремін. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қымбат. Ең алдымен 100 грамм шекерімізді таза табаққа салып, бір жұмыртқамызды қосып, беншікпен жақсылап көпіртіп араластыратын боламыз. Қоспамыздың көлемі бастапқыдан гөрі 2 есе көбейіп ағаратын болады. Мінекей осындай консистенцияға жеткіземіз. Ол пряниктің жақсы көтерілуіне көмектеседі және 2 ас қасық бал қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, еріген сары майымызды қосамыз. Мінекей осы сұйық консистенциямыздың үстіне ұнымыздың жартысын саламыз, бірақ бірден араластырмаңыз, себебі беткі жағына содамызды салып, уксуспен сөндіретін боламыз. Міне содамызды салдық, содан соң 1 шай қасық 9% уксусымызды құйып, соданы өшіріп аламыз, яғни сөндіреміз. Мінекей видеода көрсетілгендей содаңыз бен уксусыңызды жақсылап араластырып алыңыз. Одан кейін ғана барып ұныңыз бен сұйық консистенцияңызды араластырып, қолыңызға жабыспайтындай жұмсақ қамыр шығарасыз. Енді осы дайын қамырыңызды целлофан пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қойыңыз. Жарты сағат өткеннен соң бір келкетіп осындай шариктер жасайтын боламыз қамырдан. Және осы шариктарды майланған манты қазанның листтарына саламыз. Араларын алшақ қылыңыз, себебі ол піскен кезде көтеріледі. Мінекей, пряниктеріміздің формалары дайын болды. Ендігі кезекте суы қайнап тұрған манты қазанымызға бірінші бос листті саламыз, содан соң пряник салынған листті салатын боламыз, себебі ол жақсы көтеріледі піскен кезде. Беткі жағына жабысып қалмас үшін листті осылайша кері салып, келесі пряник салынған листті саласыз. Ең маңызды жері қақпағын сүлгіге ораңыз, себебі манты қазаннан ешқандай бу сыртқа шықпауы қажет. Осындай жай ғана қағидаларды сақтау арқылы сіз өте пышный пряниктерді алатын боласыз. Дәмі тіл үйреді. Сіз де отбасыңызды қуантыңыз. Өте оңай рецепт және тез жасалады. Балды, дәмді және жұмсақ. Баршаңызға ас болсын, достар.